Мә, мышка алу керек еді, мен деген істеп отырып қиын болып кетті ғой. Так, не мышка алсам болады? Бро, мышка керек па? Баста. Бұл не мышка? Бұл бізде достар Logitech G305 мышкасы, бұл Logitech компаниясынан. Және достар білесіңдер, мен өзім девайстарымды жаңартып жатырмын. Бүгін менде осындай обзорда G305 деген мышка. Достар, бұл бізде беспроводной мышка Logitech G305. Бұл мышка бізде беспроводной, және бұл Lightspeed арқылы өте тез және задержкасыз жұмыс жасайды. Және датчик фирмамен высокопроизводительность арқылы 400 IPS пен 12000 дюймға дейін барады. Және достар, бұл мышка бізде экономный режим арқылы 9 ай бойы батареясын ауыстырмай жұмыс жасай алады. Ол үшін бізге Logitech Gaming Software деген приложениесін жазып алу керек. Достар, білесіңдер, мен өзім девайстарым онлайн тұтатым, және менің таңдауым осы Logitech G305 болды. Менің өзімнің бұрынғы мышкам Logitech G102 деген болған, енді G305 екінге өттім. Совсем беспроводной мышка өте удобный. Достар, егер де сіздерде өзіңізге осындай мышканы сатып алғыларың келсе, описаниеге ссылкамен кіріп, осындай өздеріңнің мышкаларыңды жаңартып алсаңыздар болады. Хей, бәріңіздің достар, сіздермен бірге мен Дейлин, және бүгін менің қасымда Айшуақ және Флэш. Қалайсыңдар? Короче, достар, бүгінгі видеода біз деген өзіміздің түсімізге, короче, деген заттар сатып алып жейтін боламыз. Яғни деген қазір біз деген рулетка айналдырамыз. Содан қандай тізбек түседі, соған ұқсас заттар сатып алып жейтін боламыз. Короче, достар, түсінбегендер болса, бүгінгі видеода мен, Айшуақ және Флэш үшеуміз деген өзімізге түскен цветке заттар алып жабысатын боламыз. Кім ең көп зат алады, сол 10 000 теңге ұтатын болады. Короче, достар, давайте кімнен бастаймыз рулетканы? Менен да. Менен. Айшуақтан давай өзің бастасың. Так, надеюсь. Мұнда короче, 4 цвет бар. Не, сарыға қызыл жасып болады ма? Қызылға сары. Өзі сондай ма? Так, Айшуаққа. Жасыл түсі ма, көк түсі ма? Саған көк түсті, Айшуаққа достар көк түсті, міне үстінде жазылып тұр. Жасыл ма, көк па? Көк. Давай, все. Енді келесі Флэш, давай айналдыр. Так, маған розовый жоқ па ананың ішінде? Розовый жоқ екен. Сен қандай көк түсін сияқты? Көк түсті қайта айналдырады. Жоқ, жасыл түсті. Жасыл түсті, достар, жасыл. Так, сен мен кезегім кеттік. Так, давай кеттік. Маған не цвет түседі екен? Қызыл түсті, пожалуйста, хотя бы дегенде. Или Сары түсі. Қайттан мұнда кеп қалды. Тоқтар, қайттан айналдырамыз. Так, бір түс қайттан түсті. Давай. Сары түсі екен, сары. Бұл жоқтар. Или сары түсті, нормально, по идее, достар, сарыға да көп. Қызыл достар, маған қызыл түсті, ема. Өзін таңдаған соңында. Өзі таңдаған. Все, достар. Кетші. Все, достар, короче, қазір енді біз деген магазинге кетеміз. И заттарымыз сатып аламыз, кеттік пе? Ана уже кетіп барады. Кеттік. Телефон болмақпын ғой. Ершат, сен қайда шықтың? Ершатаға пүкішет па? Жігіттер қыздар мықтыласқан. Көшеге айғар шықты. Солай ма? Так, достар, короче, мен великпен шықтым. Сразу Айшуақ пен Дейлиннен орлап кеткен соң, олар енді жаяу жатыр. Мен сразу барып, жасылдықке не алатынын ойлана берейін қазір. Так, қызыл түскен не бар? Оған не алам? Қайты көпке жатады ма? Так, мұнда қызыл түске қатын соғады менде. Айди, мен де осыны алатын сияқтым, қызыл паприканы. Мынау бар екен. Достар, мынандай бар екен, қарақым деген. Ленгерский дейді. Так, жігіттер. Магазинге келдің достар, в общем, бір бәле алу керек маған. Сенікі қызыл, менікі көк. Көк түске достар не бар өз? Сметана не бар. Пойди көкке жатады ма? Ол, осыны алам. Так, бір киткат беріңіз. Енді ашсын. Баунти. Бір киткат беріңіз. Бір баунти берсіңіз. Маған киткат.
Кішкентай бар ма сникерстің? Так. Пай деймін да қызыл йогурт бар. Қызылға жатады. Достар, короче, мына жақта басқа қызыл түске таппан осы болып не что-то аз болып қалды. Так, менде осы 4 жатта қызылға. По идее қызыл түсті бір бирол алсам болады. Наурыз ба? Примерно осы болады менде. Басқадан таппадым ал. 1480 деген. Все нормально. Так, достар, міне менде қызыл пакетпен бекада жасыл пакет, мына қара пакет. Осындай заттар алдық. Мороженое кажи берем мен, еріп кетіп. Үйге бармаймыз да? Еріп кетіп ең. Нормально емді. Все, достар, қазір үйге басамыз енді. Короче, достар, мінекей затымызды алып келдік. Мінекей менде қызыл, ашық қаннесі көп, жасыл достар көп тұрғандарындай. Қазір бүгін ашамыз. Неше зат алған. Мен аз алған сияқтымын достар. Мен үлкен лай салып жеттім мынандай. Мында кола, потом менде мынандай мороженое. Так. Менде яқты бесіп, бағана алтыншысы мороженое. Так, менде потом мынандай қызыл түсі йогурт. Потом мынандай биролмен киткат. Еще вообще. Так, пойди, алтау сияқты. Менде бесеу, алтау. Осы менде 6 зат, короче, деген. Енді қазір бизаттың көреміз. Менде 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Менде де 6 зат, короче. Менде не яқта бесіп, бағана мороженое алдым. Не барлығы бірдей алдыңыз ғой, бәлкім. Бәрімізді бірдей алдық. Ешкім ештеңе ұтпаған сияқты достар. Негізі видеоның тақырыбы бойынша 10 000 теңге. Болды, ешкім ұтпады. Қалтада ұтпады. Ақша қалтада қалып достар. Достар, еще мен навармен 6 зат бірдей алдым да, и бірақ менікі ең арзан шықты, так что маған беру керек сияқты. Потому что мен арзан еще навармен бірдей алып жүргенмін. Ма мен мороженое беріп Сен бұны 24 сағатта жеткізуің керек қой. Кетті, мұны кетті. Болды. Таңғараңыздар достар, мен мороженое сынып езіп жатыр почти. Короче, так, менде камераға көрсете салайын. Таңғараңыздар. Так, бәрін көрсетіп тастайын. Бүйтіп, так. Жолда жүріп көрейін. Все, достар, так. Аша, өрейді, жолда жүріп мороженое. Ал мен нәрселен расслабламын. Так, ашайық, мен мороженое көрейік. Так, менікі қазір қызыл құм деген андай бірінші түйінді баттым. Қарағым. Қарағым ба, білмеймін, қалқым ба. Осындай мороженое. Так, былай қойып, қазір көрейікші. Бүгін достар, асмайыр болмайды көріп тұрғандарыңды. Түске дейді. Айтпа. Өткен деген видеода мен қатыспасам да бәрін көрдім. Ұстап келесі жетсібей жазым. Өткендердің бәрін ең жақын жамырамай да. Өткен деген видеода мен қатыспасам да бәрін көрдім. Ұстап келесі жетсібей жазым. Дәм, қайф көрдім. Ол достар, бұл каналда енді Майнкрафт шықпайды. Той осындай видеолар шығады. Жоқ, достар, әртүрлі контент түсіремін. Майнкрафт шығады ойнап айтамыз. Основада көп шығады. Бірақ, айналды да шығады. Дежек олады өзі. Қасап тұрды. Кстати, достар, көбісі мен кім деп ойлап отқан жоқ. Мен Дейлиннің туған ағасы боламын, және де мен өзім YouTube каналым бар, солай істеген. Сен деген Дейлиннің бірге Майнкрафт түсірген адам. Біле ма? Білмеймін, комментарийдан көрмеймін. Осы мен ағам каналын түргіп кеттім. Майнкрафт және Free Fire түсіретін мамысы. Жазыңдар достар, көпсі ма қолама маған көпсіне. Самый легендарный. Да, Пепси не пью.
Так, осы плинт туралы айтып кететін нәрсе. Бұрын кішкентай кезімізде кассада мектептен келе жатқан кезде бір кішкентай бала кезімізде әрқайсымыз 20-30 теңгеден жеп осындай плинт алып үйге жеп қайтатын едік. Сіздерде де сондай болды ма комментарий? Бәріне болды ғой. 60 теңге осы баға. Қазір қанша екен? Ой. Мен достар жай олай салыптым мен. Кстати, достар, комментарий жазып кетейік. Кімнің алған заттары күшті шықты? Қызыл түс па, жасыл түс па, или көк түс па? Мен рифтон деген ұнамайды жа, тіске қатты. Қалай деймін мұнда? Достық жеңді. Тойуға арналғанға келген кезде мынау жақсы. Круассан ба? Кстати, осы круассан туралы бір әңгіме айтып берейін, достар, қызық болсын. Құрттама жеп отырмай. Короче, біз пойызда болғанбыз, достар, 3 күн пойызда боласың, если Алматыдан Ақтау аралығында жүретін болсаң, 3 күн пойызда боласың. И, короче, деген, менің Ақтауға келуіме әлі 6 сағатта уақыт қалған, соңғы сағаттарды пойыздағы. И потом, короче, мен алып келген, өзімен бірге алып келген заттар бітіп қалды да, тамақтар. Қарным кәдімгідей ашып жатыр. Жейтін ештеңе жоқ, әлі пойыз тоқтамайды ешқандай станция. Бейнеуге дейін әлі 4 сағат бар деп тұрды. 4 сағаттан кейін пойыз тоқтайды екен да, сол кезде зат алады екенсің да. Ал мен қарным ашып жатыр. И потом пойыздардың ішінде өзінің рестораны бар. Сол ресторанға кіреміз. И, короче, осы круассанды көреміз да. Шай мен круассан ішейік деді да, хотя бы. И сон круассан, қазір мынаны магазиннен алатын болсаңыздар, достар, круассан 300 ба 400 теңге тұрады, по идее. 450 теңге тұрады. Ал пойызда, достар, осында маған 1000 теңгеге сатты ғой. Қарын ашқаннан не істерін білмегенде, 1000 теңгеге қалсаңыз сондай. Окей. Капец, қарап отырсаңыздар, достар, бір круассан 450 теңгеден алсаң, екеуін алсаң 9 теңге. 9 теңгеге екеуін алып алды. Ал мен 1000 теңгеге бір штугін алдым ғой пойызда. Похуй. Вообще похую. Похуй. Да и все, и похуй. Да и похуй. Пойызда ресторан бар ма? Менде ұста бәрі мынау бар. Мына екеуі бітеді ше, мен екеуін әлі жарты ғой мен үшін. Мынау сәнге жатты. Короче, бүгін бұның бәрін әлі видеода жей алмаймыз, конечно. Мен бетімді оптылы ғой деп. Қиын болатын әне видеоның бәрін жеу. Так, бетейін әмейді. Қынай ма? Лақтып жемді. Жей алмайтын жақтым мен бәрін. Мынаның бәрін уже деген нәтіп 24 сағатта жеп бітіретін сияқтымыз. Короче, достар, осындай бізде зат болды, бәрін жеп болдық. Менкілер мұндай болып жатыр. Так, мына жақта айшуақтікі, мына жақта плейстікі. Короче, осындай болады. Сендер мен болған айшасы бар, лайк басаңыздар келер сау онда. Сізден сол лайктарын басыңыздар, тағы нетсе комментарий жазып кетіңіздер. Оған да елейм, флеш, енді айшуақ. Давайте. Пау. Пока.